Бастауыш сынып оқушыларын дене тәрбиесіне баулу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шәкірттерге оқу, еңбек және демалыс ырғағын ұтымды пайдалануды үйрету. Оқу күні және оқу жылы бойында қозғалыс жасау, қозғалтқыш әрекетке үйрету және қозғалтқыш сапаларын дамыту, дене шынықтыру және сауықтыру жұмыстарын тиімді өткізу. Бүгінгі сабағымыздың міндеті денсаулықты нығайту және шынықтыру, дененің дұрыс өсіп жетілуіне және ағзаның жұмыс қабілетін арттыруына әсер ету, қимыл дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру және жетілдіру. Дене тәрбиесін мектепте және мектептен тыс оқу орындарында спорттық базаларда іске асыру үшін төменгі талаптарды еске алған жөн. Біріншіден, оқушылардың бойында жоғарғы адамгершілік сапаларын тәрбиелеу. Екіншіден, шәкірттің денсаулығын нығайту, жұмыс қабілетін көтеру. Үшіншіден, спортпен шұғылдануға оқушылардың тұрақты қызығуын және қабілетін дамыту. Төртіншіден, негізгі қозғалтқыш сапаларын дамыту. Дене жаттығулары деген не? Дене жаттығулары бұл саналы түрде орындалған қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер. Дене жаттығулары бұл бұлшықет жүйесін, қан айналымын және тыныс алу мүшелерін дамытады. Келесі кезекте жаттығу жасайық. Привет, ребята! Разомнемся вместе со мной. Стоя возле парты, руки на поясе. На счет раз правую руку вниз, левую вверх. На счет 2 переменить положение рук. Повторить 4 раза. Темп средний. Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Расслабленно опустить руки вниз и потрясти кистями. Голову наклонить вперед. Молодцы! Следующее упражнение для наших глазок. Голова остается неподвижной. На счет раз посмотреть влево. На счет 2 посмотреть вправо. 3 посмотреть вверх. 4 посмотреть вниз. Повторить 8 раз. Раз, два, три, четыре. 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 Хорошо, продолжим. Руки поднять вверх. Раз, сжать кисти в кулак. 2, разжать кисти. Повторить 8 раз. Затем руки расслабленно опустить вниз, потрясти кистями. Темп средний. Раз, два. 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 И потрясти кистями. Голову наклонить вперед. А теперь так. Стоя, руки на поясе. Раз. Повернуть голову максимально далеко вправо. Вернуться в исходное положение. 2. Повернуть голову максимально далеко влево. Вернуться в исходное положение. 3. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Повторить 4 раза. Темп средний. Раз, два. Вдох, пауза. Выдох, пауза. 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 И последнее упражнение. Стоя, руки вдоль туловища. Раз, правую руку на пояс. 2, левую руку на пояс. 3, правую руку на плечо. 4, левую руку на плечо. 5, правую руку вверх. 6, левую руку вверх. 7, 8, хлопки руками над головой. 9, опустить левую руку на плечо. 10, правую руку на плечо. 11, левую руку на пояс. 12, правую руку на пояс. Повторить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы!
Мне понравилось с вами заниматься. А вам? До встречи! Привет, ребята! Дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың міндеттері баланың денсаулығын нығайтуға көмектесу, ағзаны шынықтыру, оқушылардың жан-жақты өсіп жетілуіне, дене шынықтырудың оқу бағдарламасын ойдағыдай меңгеруге көмектесу, балаларды дене шынықтыру және спортпен үнемі шұғылдануға әдеттендіру, қозғалыс дағдысын тәрбиелеу болып табылады. Дене шынықтыру мен спорт жөніндегі сыныптан тыс жұмыстардың негізгі формалары секциялар мен үйірмелер, сабақтар, спорт жарыстары, серуендер, туристік жорықтар, дене шынықтыру және спорт мейрамдары. Серуендер мен жорықтарды балалардың табиғат туралы білімдерін толықтыра алатындай тамаша адамаралық әңгімелерін ести алатындай жерде белгілегеніміз жөн. Ал енді кезекте балалар ойын ойнайық. Бұл ойынның атауы дауыста атыңды айтамын немесе соқыр теке деп аталады. Бұл ойынның ережесі ойыншылар қол ұстасып дөңгелене шеңбер жасап орналасады. Көзі байлаулы бір ойыншы шеңбердің ортасында тұрады да, қолындағы таяғын шеңбер бойында тұрған ойыншылардың кез келгеніне ұсынып, дауыста атыңды айтамын дейді. Таяқтан екінші ұшын ұстаған оқушы атын біліп қоймас үшін әдейі дауысын бұзып шығарады. Ойыншылар белгілі бір бағытпен үнемі қозғалыста болады. Көзі байланған ойыншы бірінші таяқ ұстанған ойыншысының атын дұрыс тапса, сол ойыншымен орнын ауыстырады. Таба алмаса, таяғын екінші ойыншыға ұсынады. Оны таба алмаса, келесіге ұсынады. Осылайша үш ойыншының атын анықтай алмаса, ойыннан шығып қалады. Дайынсыздар ма? Ал ендеше ойнап көрелік. Назарларыңызға рахмет.